Жана ханым, сіз таяуда әскердегі әлімжеттік мәселесі жайында тақырып қозғадыңыз, е? Бұның бастауы менің ойымша мектептен жатыр. Е? Мектептегі балабақшада да болады шығар деп ойлаймын. Балабақшадан бастау. Сіздің әлім ұлыңыздың басынан әлімжеттік дүние өтті ме? Өтті. Бұлда. Қазір нешінші сыныпта? 6-шы сыныпқа өттік. 6-шы сыныпта. Нешінші сыныптан басталады жалпы осындай дүниелер? 5-ші сыныпта. 5-ші сыныпта басталады, өйткені өзі психологиялық тұрғыдан қараған кезде 5-ші сыныпқа өткен кезде балалар топ-топқа бөліне бастайды. 1-ші сыныпта бала жалғыз өзі келіп ұжыммен жүріп ойнайды, одан кейін есі кіре бастаған кезде өзіне дос таба бастайды, 2-3 болып бөліне бастайды, сыныптың өзі топ-топқа бөлінеді. Өйткені сабақ өткен кезде мұғалімнің өзі топ-топқа бөліп сабақ өтеді. Қазір әдістемесі де сондай ғой. Енді топқа бөлінгеннен кейін балалар достықты да солай іздей бастайды, топ-топқа бөлініп. Әрине, топқа бөлінгеннен кейін біз және олар деген ұғым қалыптасады. Сонда олардың проблемасы, енді менің балаларым кішкентай болған соң айта алмай отырмын, сіздің балаларыңыз үлкен ғой. Қазіргі таңда қандай сонда әлімжеттік, қандай, неден туындайды мәселе, не себеп? Сенің киімің нашар дей ма, сенің түрің онша емес дей ма, неден басталады? Сабақты дұрыс оқымайсың дей ма? Баланы тыңдаған кезде түкке тұрмайтын нәрсе сияқты. Түкке тұрмайтын нәрсе. Сол үшін тіпті бас қатырудың да қажеті жоқ сияқты. Ал бала үшін ол үлкен трагедия. Кәдімгідей үлкен трагедия. Өйткені менің аңғарғаным, бала 1-2 күн қатарымен жылап келді. Өзінің бөлмесіне бұған дейін есігін жауып, жалғыз өзі қалуға құлық танытпайтын. Бірақ кейін сұрастыра келген кезде бірнеше балаға осындай сөз естідім, мені былай деді, олай деді деп. Мен шын айтқанда, ондаймен бетпе-бет келмегеннен кейін тіпті не айтарымды да, не істерімді де білмедім. Мұғалім бір күні баламды алып кетуге келсем мектепке, жоғары көтеріліңіз деді. Жоғары көтерілсем, мен балам жылап отыр екен. Содан бірнеше баладан жаңағыдай жәбір көргендей әңгіме айтылды. Біреудің затын алып қашқан, мен балам артынан қуған. Содан кейін ол да алғанда, ол біреудің затын, жаңағы қашқан баланың затын ол да алған. Айтып отырмын ғой, балалық кәдімгі, шалалық, балалық. Сіз қалай шештіңіз ол дүниені? Шын айтқанда, мен балаларға жалпы бір ертең осының бәрін күліп еске аласыңдар балалар. Ертең ең жақын дос боласыңдар, осыны үлкейген кезде мен бүйтіп едім ғой, сен сөйтіп едім ғой деп еске алып отырасыңдар деп сөйттім. Бірақ шын айтқанда, балалардың кейбір жауаптары менің өзімді үлкен бір ойға қалдырды. Қорқытатын ойлары бар. Сен неге үйтесің деп бір ғана сұрақ қойып едім. Это же не трагедия, дейді бір бала. Екіншісіне, сен неге үйтесің деп сөйтіп сұрасам, сіздің шаруаңыз қанша деп жауап берді. Қазір балалар осылай. Енді оны ата-анасына айтатын болсаң, сенбейді. Ата-анасына басқаша айтып барған мысалға. Болды ондай әңгіме. Сосын сол мезетте мектептің әкімшілігі өздері маған шығып, бұл әңгімеден хабарсыз еді, бұл оқиғадан хабарсыз. Бұл сыныптың ішінде қалды. Сіз мұғалімге айтпадыңыз бұл жайында? Мұғалім бәрін біліп тұр, көріп тұр, бірақ біз оны сыныптың сыртына шығарған жоқпыз. Ол сонымен қалды. Бірақ бұдан бөлек мектеп әкімшілігі менімен кездесу ұйымдастырды. Бұл оқиғаны білмейді. Шын айтқанда, мен баламның мектебінен шықпаймын десем де артық емес. Баламды өзім апарам, өзім алып келем, мектептен өте сирек мен бармай қалған уақыт. Баламмен қатар оқып жүрмін деп айтуға әбден болады. Сөйтіп, олар менімен кездесу ұйымдастырды. Ол кездесуге 5-ші сыныптан бастап, менің ұлым оқитын сыныптан бастап, мектеп бітірушілерге дейін кездесуде отырды. Және мен ол кездесуге өзімнің шәкіртім деп есептейтін 21 ғасыр көшбасшысында алдыма 10-шы, 9-шы сынып оқушысы болып келген Дәулет Мұқаевты апардым. Екеуміз бірге бардық. Қазіргі Дәулеттенді. Ұстаз шәкірт болып бардық. Сөйтіп, мен өзімнің балалық шағымды, Дәулеттің менің көз алдымда қалай өскен, Дәулет өзінің балалық шағын айтып, 1,5 сағаттық балалармен кездесу өткіздік. Алдымда әлгі балалар отыр. Менің ұлымның да сыныптастары отыр. Сенесіз бе, міне сол кездесуден кейін жаңағыдай міне сап тиылды. Тоқтады.
балам баяғыдай көңілді болып келетін болды. Мен баяғы әңгімені қозғаған жоқпын. Енді Кім кімге жәбір көрсетті, кім кімді ренжітті, ол әңгіме қозғалған жоқ содан кейін. енді ата-ана ретінде, қоғам қайраткері ретінде, ұстаз ретінде, жалпы маман ретінде осы әлімжеттікті қалай тоқтатсақ болады? Жалпы қалай күресеміз осы дүниемен? Иә, Қымбат апай, сізден. Менің ойымша, қазір мынау білім беруді біз соңғы жылдары ғана Әл-Фараби бабамыздың адамға тәрбиесіз берілген білім үлкен қасірет әкеледі дегенді соңғы жылдары ғана еске алып жатырмыз. Одан бұрын білім неге аз, білім неге төмен деген тәрбиені былай қарай қойып, біз тек қана білім туралы ғана қызылкеңірдек болатынбыз. Сол туралы ғана мәселе көтеретінбіз. Сөйтсек, міне, өзіміз кәдімгідей өз қолымыздағы, өз үйіміздегі баламызға сөзіміз өтпейтін боп, сонымен тіл табыса алмайтын боп, соның жүрегіне тіл таба алмайтын болған кезде келдік та басында мұғалімді кінәладық. Енді келдік та мұғалім өзіңізге жауабын айтқан кезде өзімізді кінәлауға егер ұятымыз болатын болса, соған келдік қазір. Бала егер ата-ана шын мәнінде, егер ата-ана баламен шынайы бір жақсы көңіл күйде ғана емес, ақша алып келген күнінде ғана емес, әйтсе өзі бір бақытқа жетіп, қуанышқа жетіп, шаттанып келгенінде ғана емес, бала ана күнделікті кешке жақын, енді бәрі ата-ананың жұмысы бар дейік, бала мектептен келеді, қосымшасы бар, үйірмесі бар дейік. Біз балаға шынайы уақыт бөле алмай қойдық қой. Әңгімелесуге уақыт жоқ па? Мүлдем шынайы әңгімелесуге. Бізде мынау ғана бар. Андай. Бәрі дұрыс па? Бәрі дұрыс па? Тамағыңды іштің ба? Киімің дұрыс па? Сабағың дұрыс па деп қоямыз. Сосын ұйықта дейміз. Сосын тағы ақылдымызды айтамыз. Бізде ақыл көп. Бізде ақыл өте көп. Ақылымызды айтамыз. Жоқ, бала ешқашан сіздің сөзіңізді тыңдамайды. Өзіңізден алған өнегеңізді, сіздің шынайы, оның өмірінде сіздің бар екенін, ол өзінің бала тап-таза жүрегімен мойындау керек та бізді. Ал біз олардан биікпіз. Біз олардан үлкенбіз, өсіп кеткенбіз. Көңіліміз өсіп кеткен, өміріміз, проблемамыз бәрі өсіп кеткен біздің. Біз сонымен біз оларға жаңағы ғана қажеттілігін ғана сұраймыз. Ал оның тәрбиесіндегі қаншама жаңағындай біз керек жерлерге біз араласпаймыз, біз жоқпыз ол жерде. Міне осыдан келеді да, олар кәдімгідей жаңағы үйде қанағаттанбаған, үйде алмаспаған пікірлерін солмен қойқақтап, бала қиялымен, бала ойыменен далаға шыққан кезде көрініп қалады, әке-шешемен сөйлеспегені, әке-шешенің оның өмірінде жоқ екені. Содан кейін проблемаға қалай түскенін білмейді жаңағы. Ержан мырза, сіздің ойыңыз, пікіріңіз? Менің ойымша, бұл жерде бірнеше маңызды аспект бар. Ешбір ата-ана үйде баласына мектепке бар, біреудің затын ал, ұрыс соқ деп үйретпейді. Бұл маңыздысы. Екіншісі, мектепке барған кезде балалар буллинг. Ең бастысы ойынмен басталады. Ойын, әзіл, прикол, шуткамен басталады. Одан кейін анау жәбірленуші жылап жатқан кезде, мыналар күліп жатқан кезде өте тамаша нәрсе екен дейді. Бұны мұғалімдер көреді ме? Көреді. Бұлар балалар ойнап жатыр ғой деп көз жұмған сәтте буллингтен бірінші қадам жасалды. Осыны ескеру керек. Екіншісі, соңғы жылдары ғана қазіргі таңда мектептегі мұғалімнің статусы, мұғалімнің жағдайы қолға алынып жатыр. Бұған дейін мұғалімдікке кімдер барды? 10 жыл бұрын, 15 жыл бұрын мұғалімдікке кімдер барды? Еш жерге түсе алмаған, еш жерге бара алмаған, әйтеуір мектепте бір жұмыс табылады. Сондай адамдар қазір балдар тәрбиелеп жатыр. Осыны ескеру керек. Үшіншісі, ең айтылатын маңызды фактор, бізде соңғы жылдары бұл білім және қазір ағарту министрлігі болды ғой, солардың назарына ұсынылатын нәрсе, біз IT мамандықтар, жаратылыстану мамандықтарына қатты мән беріп кеттік. Обай бізге инженерлер керек, бізге IT-шілтер керек, бізге компьютершілер керек. Соған қара гуманитарлық пәндер 2-ші, 3-ші, 5-ші планда қалып кетті. Ал гуманитарлық пәндер дұрыс оқытылмаған кезде, біз Абайды оқымасақ, Сұлтанмахмұт Торайғыров оқымасақ, Ахмет Байтұрсынұлы кеше ғана 150 жылы оқымасақ, біздің гуманитариямыз дамымаса, бізде эмпатия сезім болмайды, жанашырлық сезім болмайды, тіл табысуды білмейміз, қарым-қатынас құруды білмейміз, содан осындай буллинг жағдайлар туындайды.